сабағын бастаймыз. Көңіл күйлері қандай? Жақсы. Онда барлығымыз ортаға шеңберге шығайық. Жақсылап әдемі шығайық. Қолын ұстап. Кең болып тұрамыз. Ержан, тұрамыз. Тұр, Ержан. Тез-тез. Мұнда тұр. Ал енді қазір мен мынау сендерге текшені берем. Сол текшедегі қимылдарды біз жасауымыз керек. Ал мөлдір, саған тілейтінім денсаулық, жақсылық. Келесі балаға беремін. Шапалақта. Не деп тұр? Оқи ғой. Күлкі? Күлкі сыйла. Ал. Өте керемет. Көршіңе қол болған. Керемет. Берем. Көршіңді мадақта. Алпамыз, сен ақылдысың, әдемісің, мейірімдісің. Өте керемет. Келесі. Амандас. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Керемет. Үш рет отырып тұр. Бір, Екі. Үш. Өте керемет. Көршіңе қол болған. Күлкі сыйла. Қайлы. Айлы күн. Керемет. Ержан. Көтере ғой. Көршіңе қол болған. Көршіңе қол болған. Биле. 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 Жақсы дұрыстап биле. Жақсы айтады. Ал Көршіңе қол болған. шақта. Көршінің үш жақсы қасиетін айт. Жақсы. Тамими, сен өте білімдісің, әдемісің, мейірімдісің. Керемет. Шапалақта. Керемет. Балалар өте керемет. Жарайсыңдар. Енді балалар қазір орнымызға отырмас бұрын мына жерде берілген сөздерді аламыз. Сосын үш топқа бөлініп отырамыз. Бірінші зат есім, етістік және сын есім. Қане ала қойыңдар, барлықтарына жетер. Бәрі отыра қоямыз. Тез-тез. Әркім өз орнына оқу құралдарды аламыз. Отырамыз. Енді балалар, енді мына қарай. Қане. Енді балалар біз сендерді қазір үй тапсырмасын қайталап аламыз, иә? Ол үшін бізде балалар үй жұмысын біз мына сәттілік дөңгелегі арқылы қайталаймыз. Қазір сендер мына берілген сұрақтарға жауап бересіңдер. Жақсы ма? Сосын балалар бүгінгі сабақты біз мына домбыра әдісі арқылы бағалап отырамыз. Егер сендер сұраққа жауап берсеңдер, отыра бер
сұрақ қоя ғой. Қандай қай жақтарынан Ол сын есім болып болып табылады, иә? Ол сын есім болып табылады. Кәне, жақсы келіңіз. Бізге бір қойылсын деймін. Келесі бірінші топқа ал. Бірінші топ кім топ? Қайназар? Ал айтайын. Ал, записіне бересіз. Заттың. Заттың. Атын. Сөздерді. Не дейміз? Кәне? Кәне, мазагені бізге айтыңыз. білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Оған кімдер, нелер деген сұрақтар жауап береді. Бізге мазагенге бір пайда болды. Келесі бізде соңғы сұрақ. Екінші. Кәне? Кәне? Данисана. Оқи ғой. Етістіктің сұрақтарын ата. Етістіктің сұрақтары. Өз айтсын. Қазір көмектесеміз деген. Ал, етістіктің сұрақтары. Не істеді? Не қылды? Өте жақсы. Бізге бір ұпай қоямыз. Балалар, жақсы жарайсыңдар. Біз үй жұмысын сендермен қайталап шықтық. Енді балалар, қазір бізде енді Ньюстенберг әдісі арқылы балалар, қазір біз сендермен жаңағы бүгінгі тақырыбымызды анықтаймыз, иә? Қандай тақырыппен танысамыз. Ал ол үшін балалар, мына сөз жасырынған әріптердің арасында мағыналы сөз болу керек. Ол мағыналы сөзді тапқанда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шығады. Ал кәне, қарайық барымыз, ойланайық. Кәне, Мейіржан, қандай сөз? Бүгінгі біз тақырыбымызды анықтау үшін Ньюстенберг әдісі арқылы берілген сөздердің әріптердің арасынан мағыналы бір сөзді табуымыз керек. Сонда бүгінгі тақырыбымызды анықтаймыз. Ал кәне, тақтарға қарайық. Кәне, Мейіржан, қандай сөз шығады? Сөз таптары. Сөз таптары. Балалар, дұрыс па? Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз не екен? Сөз таптары. Енді балалар, ал біздің мақсатымыз қандай деп ойлайсыңдар балалар? Сөз таптарының несін? Ережесін білу, және мағынасын білу, және сөздерді ажырата білуді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Сонымен неше балалар, дәптеріңді ашыңдар. Бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып қоямыз. Бүгін бізде мамырдың 20-сы сынып жұмысы. Тақырыбымыз сөз таптары. Сөз таптары. Бүгінгі бізде рәсімет болды, өте жақсы, керемет. Олдар ма болады? Кітаптарында ашып қоямыз. Бүгінгі тақырыпты жазсақ, біздің оқулығымыздың 115-ші бетіндегі 130-ші сабақты ашамыз. Ал барлықтарын ашыңдар тезірек. Бұнда бізде балалар бірінші 48-ші жаттығу берілген. Ал бұндағы тапсырма балалар бізде 48-ші жаттығудағы. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ал жартылай дауыспен өлеңді оқып шығамыз.
балалар, мен сендер бұл өлеңді түсінді деп ойлаймын. Бізде бұнда тапсырма. Өлеңнің тақырыбымен ондағы негізгі ойды анықта дейді. Бұндағы бізде балалар енді оқып шықтық. Өлеңнің негізгі ойы не деп ойлайсыңдар? Қане? Не деп тұр? Нұрисламнан бастап. Тағы. Негізгі ой не? Ал Нұрислам. Негізгі ой жазғы еңбекті білдіріп тұр. Жазғы еңбекті білдіріп тұр. Тағы да. Болған күнде жазды мақтап жазғы демалыс, айтылған сосын жазғы сипаттап тұр, дұрыс айтасың отыра ғой. Және Нұрислам айтқандай, қандай еңбекке шақырып тұр? Жазғы еңбекке шақырып тұр, я? Жас ұландарды біздің отанымызға қызмет етуге, я, балалар, шақырып тұр. Ал жас ұлан деген ол кімдер? Ол сендерсіңдер, я, балалар? Сонда балалар, біз жазғы демалыс кезінде не істеу керекпіз? Жазғы еңбекке араласу керекпіз. Ал енді балалар, сендерге білемін астында тұр. Жаз айларында сендердің ата-аналарың қандай маусымдық шаруашылықпен айналысады? Бізде әр мезгілде өзінде маусымдық шаруашылық бар ғой, ал қандай маусымдық шаруашылық? Томирис, ойланамыз, қандай маусымдық шаруашылықпен айналысамыз? Жаз айында қандай еңбек? Жаз айында менің анам не істейді? өсімдіктерді өсіреді. Қандай өсімдік? Пияз. Оларды не деп айтамыз? Көкөністер, үйдің жанына көкөністер өсіреді, я? Оларды не істейсің сен? Мысалы, сен не істейсің? Анама көмектесемін. Анама көмектесесің. Өте жақсы. Нұрислам, ал сен де айтамын деп қалай ғой? Біз жазда бүлдірген, құлпынай, тағы басқа жидектерді тереміз. Өте жақсы. Ол не үшін? Қысқа азық табу қиын болғаны үшін дайындалу. Аналарымыз не істейді? Қысқаға дайындалады, я? Ол да балалар, дұрыс айтасың, Нұрислам. Тағы да қандай? Дилназ, сен жаңа не айтамын дедің? Осы ойды айтайын деп едің сен де? Жақсы, тағы да басқа балалар. Тағы қандай ойлар бар? Басқа ойымыз жоқ па? Келісеміз бе? Нұрислам мен Мейіржанмен? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді балалар, бізде бұның астында балалар, осы өлеңнің астында сендер оқулықтардың астын қарасаңдар, анда біздер жазғы демалыстан мен не үшін күтемін деген жаңағы сұрақ бар, я? Оған біз балалар, бізге тапсырма, жеке жұмыс қазір әрқайсың дәптерлеріне жазасыңдар. Менің жазғы демалысым, сол тақырыпқа шағын әңгіме жазамыз. Жазғы демалыста біз не істейміз? Жаңағы демаламыз, тағы да міне бізде суреттер берілген, я, балалар, жазғы демалыста. Сендер ойнайсыңдар, демаласыңдар. Және де жаңа айтып өттік қой. Кімдерге көмектесесіңдер? Кімдерге көмектесесіңдер? Ата-аналарына көмектесесіңдер, я? Соның барлығын қазір осы әңгімеге жазасыңдар. Ал жазайық балалар, тақырыпты жазыңдар. Менің жазғы демалысым. Менің жазғы демалысым. Балалар, ойымызды жинақтап, әңгімемізді аяқтаймыз. Сосын әр топтан бір оқушыдан оқимыз. Жақсы ма? Ал. Балалар, аяқтаймыз. Болдық, Кәне. Уақыт бітті, Кәне, тоқтаймыз. Ал енді әр топтан бір оқушы оқиды. Бірінші топ кім оқиды? Кәне, кім дайын? Кәне, мырза келді, дайынмын дейді, оқиды мырза келді. Жаз келді, мен жазды жақсы көремін. Бір жазда ойнаймыз, қыдырамыз және тағы басқа. Жаздың айы маусым, сөздер тамыз. Бір жазда ата-аналарымызға көмектесеміз. Күміс-пешімізді суарамыз. Жақсы. Ал жақсы, жарайды. Мырза келді, Кәне.
демалысты жақсы көремін. Ойнап, ойнай, жиылып, тағы басқа жетістіктерді жинаймын. Жақсы. Тағы кім оқимын дейді? Ясмин, оқи қойған. Жас келді, жазғы демалыстарда мен демалысты, ыстықты құстарды таңбаққа жазғанды көтеремін. Жазда мен достарыммен саяхатқа барамыз. Өзен көлдерге түсеміз, саябақта отбасымен достармен пикник істейміз, ата-аналармен жұмыс етеміз. Өте жақсы. Камилис, оқимын дейді, Камилис. Жазғы демалыстың тақырыбына мен өз жазғы демалысымды әңгімелеймін. Біз маусымда айда 2-3 рет көлге, өзенге барамыз. Сосын мен анама кеме көмектесемін, және кішкене далада ойнаймын. Ал шілдеде мен апама және атама барамын. Оларға да мен көмектесемін. Ал тамызда менің туған күнім, мен жазды жақсы көремін. Өте жақсы. Мен жазғы демалысты асыға күтемін. Себебі жазда көптеген қызықты істер болады. Маусым, шілде, тамыз айларында бірнеше жұмыс, тірлік дегендерді бітіруге уақыт табылады. Мейіржан, оқисың ба? Тұрар. Мен жазғы демалысты жақсы көремін. Менің анам бақшаға көкөніс өсіреді. Мен анама көмектесемін. Бос уақытта көлге барамыз, ал мен бос уақытта кітап оқимын, достарыммен ойнаймын. Ал кімге балалар аяқталмай қалды, үйде аяқтауға болады. Жақсы ма? Енді балалар, келесі бізде енді ойнымыздан тұрып, кішкене сергіп алайық, иә? Қане, ол үшін балалар біз не істейміз? Бүгінгі тақырыпқа сай мен қазір сөздерді айтамын, ал сендер сол сөздердің сәйкес сызбасын көрсетесіңдер. Мысалы, зат есім болса, неше сызық? Бір сызық, ал етістік екі сызық. Сын есім қалай болады? Екі сызық, иә? Солай көрсетіп тұрасыңдар. Ал жақсы, бастайық. Дәптер, жасыл, жаңбыр, ойланамыз. Жүгірді, дұрыстап ойланамыз. 3 сан есім, дұрыс. Ойнады, жақсы, 5 тәртіпті, қандай? Жақсы. Кітапхана, дұрыс. Шықты, не істеді? Жер, әдемі, секірді, 15. Жақсы. Сергіп алдық, енді балалар орнына отырайық. Келесі бізде балалар бізде топтық жұмыс енді. Қазір мен әр топшыға сендерге тапсырма беремін. Қағаздарға жазылған, иә? Сол тапсырманы топтасып орындаймыз. Ол үшін топтың ережесін есімізге түсіреміз, иә? Ең бірінші жаңағы топпен топтасып тапсырманы бірге орындаймыз, жеке орындамаймыз. Енді жылы сын есімге етістік. Тапсырма ол үшін орындаймыз. Кітаптарын жауып тастаңдар, дәптерге. Гимназияда жазып отырыңдар. Түбіріңіз аласыңдар да оларды не істеу керексіңдер? Туынды зат есім болды, кәне қолымызды көтерейік. Ал, жақсы балалар. Бірінші топ зат есім тобы. Келіңдер, шығыңдар. Тезірек. Абай, шығамыз. Оқып қарабек тапсырған сөздерді көшіріңіздер. Және түрлерін оларға жұмыстар жалғау арқылы туынды зат есім жасап жаз. Кітапхана.
өлшеп бірлеп кес. Дұрыс. Дұрыс па балалар? Жетелеп өлшеп бірлеп кес. Андамай сөйлеген Ауырмай өледі. Жақсы, керемет. Келесі. Татулық табылмас, жамандық Татулық табылмас. Не болады балалар? Кім біледі ол мақалды? Татулық табылмас. жамандық Жоқ, бақыт болады балалар. Татулық табылмас, бақыт. Ол сендер таба алмадыңдар, иә балалар? Келесі. бірлік болмай, тірлік болмас. Бірлік болмай, тіршілік болмас. Енді бірінші мақалды қалай оқыңдар? Дұрыстан оқыңдар. Дария, сен оқисың ба? Жеті бет. Ол бізде сан есім болады. Жақсы. Келесі. Өлшеп. Ол Не болады? етістік. Етістік. Келесі. Бір. Ол бізде сан есім болады. Өлшеп. Етістік. Бірлет. Сан есім. Кес. Кес. Етістік. Етістік. Өте жақсы. Үшінші топ бізде неше? Екі ұпайдан өздеріне қосып қойыңдар. Жақсы ма? Сендер мақалдың біреуін таба алмаңдар, иә балалар? Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, біз қазір енді сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін бізде балалар, мынау қорытынды бізде балалар тест түрінде берілген. Бізде кімде телефон бар? Олар жаңағы алдарында жатқан QR кодты ашамыз. Ал кімде жаңағы телефон жоқ, олар мынау алдарындағы тестті қағаз түрінде орындайсыңдар. Жақсы ма? Ал кәне аша ғой. Ашамыз QR кодты. Кімде ашылар? Диназ орында. Ал мәселеге ашылды ма? Ашылды ма енді орындайық. Қайдасы? Міне көрмейді. Болдық па? Енді тексеріңдер. Нешеуі дұрыс? Ақтақтағы тексереміз, қараймыз балалар. Міне дұрыс. Тесттің қорытындысы. Нешеуі дұрыстар? Ясмин? Төртеу, онда өзімен 4 ұпай қосып қоясың. Кімде қанша бал шықты, соны бағалауға қосыңдар. Екеуі ғана дұрыс. Саған нені қайталау керек? Ережеде балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін біз TikTok әдісін қолданамыз. Ол үшін сендер алдарында жатқан мына жаңағы TikTok-тың жаңағы мынау жүрекшем, егер ол бізде барлығы түсінікті болса, жүрекшені саламыз телефонға. Ал кімде әлі де сұрағым бар десе, ол мынау жаңағы екінші смайлик салады. Ал кім достарымен әлі де бөлсе, маған көмек керек десе, мынау үшіншісін салады. Ал өздерің біреуін таңдап, апарып тақтаға сала қойыңдар. Алдына қаратып қоямыз. Асықпаңдар. Жақсы, барлықтарының бүгін сабақ түсінікті болған екен. Барлықтары жүрекшені таңдапсыңдар. Балалар, сонымен біздің сабағымызды қорытындыласақ, сендерге барлықтарына өте жақсы түсінікті болған екен. Енді күнделігімізді ашып, 52-ші